Оқиға ғалымдарға арналған бір кештен басталды. Сет есімді аса танымал емес ғалым сол жерде Ронни атты журналистпен әңгімелесіп тұрды. Сет жұмбақтап сөйлеп, адамның өмірмен бүкіл әлемді түбегейлі өзгертетін бір дүниемен айналысып жүрген айтады. Оның сөзі Роннидің қызығушылығын оятты. Ол Сетпен бірге оның үйі әрі зертханасы орналасқан ескі қоймаға баруға келісті. Зертханаға кірген сәтте Ронни көргеніне аң-таң болды. Ішінде болашақтағы телефон будкаларына ұқсайтын үлкен әрі жылтыр екі металл капсула тұрады. Сет өз өнер табысын телепорттарды көрсетеді. Сосын ол тәжірибе үшін Ронниден жеке бір затын, мысалы киімнің бір бөлігін немесе әшекейін сұрайды. Ронни бір шұлығын шешіп Сетке берді. Сет шұлықты телепорттың біріне салып дауыстық пәрмен арқылы бағдарламаны іске қосты. Кенет ақ жарық жарқ етіп шұлық ғайып болды. Экранда телепортация сәтті өтті деген жазу пайда болады. Ронни көңілі қалғандай болды. Ол мұны жай ғана алып микротолқынды пеште ойлайды. Ал Сет жай ғана жымиды. Содан кейін Сет зерттеуінің телепортация технологиясына арналғанын түсіндірді. Ол шұлықты бір телепорттан екіншісіне жіберген айтты. Мұны естіген Ронни бірден қатты қызығып кетті. Ол диктофонын шығарып, таспаны ауыстырып, Сетке әңгімесін жалғастыруын өтінді. Негізінде Ронни зертханаға кірген сәттен бастап бәрін жазып жүрген еді. Бірақ Сет оны білмейтін. Ауа райы бірден ыңғайсыз болып кетті. Сет бұл зерттеуді бұрын ешкіммен бөліспеген еді. Ол тек аздап мақтанғысы келген. Көпшілікке жариялауды ойламаған. Ал Ронни журналист әрі бұл үлкен сенсация болатын. Ол мұны жіберіп алмақ емес еді. Келесі күні Ронни жазбаны бастығы статистке тапсырды. Бірақ статист күліп қана қойды. Бұл жай ғана сиқырлы трюк дейді. Яғни ол Сет Ронниді алдады деп ойлайды. Дәл сол сәтте Сет өзі келіп қалды. Статист оны да шындап қабылдамай әзілдеп кетіп қалады. Кейінірек Сет Ронниді түске асқа шақырып, негізгі мақсатта мақаланы жарияламауға көндіру еді. Технология әлі мінсіз емес болатын. Ол әзірге тек жансыз заттарды ғана телепортациялай алатын. Сет Ронниден күту тұруын өтінді. Жүйе толық жетілгенде жаңалықты бірінші болып өзі беретін уәде етеді. Ақыры Ронни келісті. Айта кетерлігі, Роннидің бастығы Статис оның бұрынғы жігіті еді. Олар жақында ғана айырылысқан болатын. Статис қайта қосылғысы келеді, бірақ Ронни оған онша көңіл бөлмейді. Енді оның назары көбіне Сетке ауған еді. Роннидің үздіксіз бақылауы мен құжаттауының арқасында Сет зерттеудің келесі кезеңіне кірісті. Алдымен ол павианды пайдаланып тәжірибе жасады. Бірақ ол сәтсіз аяқталды. Ішке кіргенде тірі павиан, ал шыққанда тек бір үйінде ет қана қалды. Сет күйзеліске түсті. Ол неге бұлай болған түсіне алмайды. Бұл сұмдықты көргеннен кейін Ронни қатты күйзелген Сетті жұбатады. Жұбату бірде-бірде романтикалық қарым-қатынасқа ұласады. Олар жақын болған сәтте бір кішкентай металл бөлшек Сеттің арқасын тырнап өтті. Кейін Сеттің ойына бір идея келді. Ол стейкпен тәжірибе жасап көрді. Телепортациядан кейін еттің құрылымы жасанды етке ұқсап кеткен байқайды. Сол кезде Сет телепортация процесі затты бөлшектеп, кейін қайта құрастырудан тұратын түсінді. Енді бәрі анық болды. Мәселе қайта жинау кезеңінде еді. Егер ол бағдарламаны қайта жазса, мінсіз көшірме жасауға болатын. Осы оймен Сет бірден жұмысқа кірісіп кетеді. Ал осы уақытта Ронни дүкен аралауға шығады. Бірақ ол өткен жолы қабылданбағанына қарамастан, Статис оны жасырын түрде аңдып жүргенін білмейді. Ол Роннидің енді Сетпен бірге екеніне ашуланып, қызғаныштан өртеніп жүреді. Сет енгізген түзетулерден кейін тірі ағзаны телепортациялау сынағы жартылай сәтті өтті. Сыртқа шыққан павиан мінсіз күйде көрінді. Енді келесі қадам оны толық тексеруден өткізу еді. Егер ешқандай мәселе анықталмаса, адамға тәжірибе жасауға көшуге болатын. Сет қатты қуанды. Тіпті мұны атап өту үшін Қытай тағамына тапсырыс беруді жоспарлайды. Бірақ дәл сол сәтте Ронни Статиспен келген журнал мұқабасын көріп қалды. Бір қарағаннан-ақ ол Статистің Сетті пайдаланып өзін қорқытпақ болғанын түсінді. Ронни де түсіндіруге уақыт болмады. Ол Сеттің мерекелік кешкі асынан бас тартып, Статиспен бетпе-бет сөйлесуге кетті. Статис сөзін жасырмады. Ол Ронниден онымен байланысын ешқашан үзбеуді талап етті. Тіпті мүмкін болса, олардың физикалық қарым-қатынасында сақтап қалғысы келеді. Ронни оны бұрынғыдай жиіркенішті деп атап, қатты сөз айтады. Ал сол уақытта Сеттің жағында нағыз апаттың негізі қалам жатқан еді. Бұған Роннидің ештеңе түсіндірместен кетуде себеп болды. Бұл Сеттің бойында қатты қызғаныш оятты. Ол неғұрлым көп ойлаған сайын соғұрлым ашу үдей түсті. Ол бір стақаннан кейін бір стақан ішті. Ақыры мас болып өзіне тәжірибе жасауды шешті. Кездейсоқтықпен телепортқа Сетпен бірге бір шыбын кіріп кеткен еді. Сет оны байқамай телепортация процесін бастайды. Бірнеше минуттан кейін Сет екінші телепорттан шықты. Сырт көзге еш зақым көрінбейді. Келесі күні Ронни қайта оралды. Сет кейін ойлап, аздап қорқып кетті. Егер бірдеңе дұрыс болмай қалса,
салдары апатты болар еді. Бірақ бұл қорқыныштың орнын тез арада ерекше толқу басты. Көп ұзамай Сет өз денесіндегі өзгеше өзгерістерді байқай бастайды. Ол шыбындарды оңай қағып алатын болды. Күші мен шапшаңдығы бір түннің ішінде артты. Келесі күндері өзгерістер үдей түсті. Ол тәттіге құмарта бастайды, энергиясы тасып тұрды. Көңіл күйі үнемі көтеріңкі болды. Жыныстық қуаты да айтарлықтай күшейді. Алайда Ронни бір оғаш жайтты байқайды. Сеттің арқасындағы жарадан түк өсіп шығыпты. Ол алаңдап бір талын кесіп алып тексеруге жібереді. Сол уақытта Сеттің мінезі мүлде өзгеріп кеткен еді. Ол Ронниді ұстап алып телепортқа итермек болды. Оның айтуынша телепортация оны сүзгіден өткізіп, адамдық әлеуетін ашқан екен. Сет Роннидің де телепортациядан өтуін қалады. Сонда екеуі күш пен төзімділік жағынан тең болмақ. Бірақ Ронни қатты қорқып бас тартады. Оның бұл қарсылығы Сетті ашуландырды. Сет барға барып бірден Тоуни есімді қызды байқап қалды. Оның Марки атты жігіті бар еді. Ол көрші үстелді достарымен қол күрестіріп отырған. Сет бас тігуді ұсынды. Егер Марки жеңсе, $100 алады. Ал егер Сет жеңсе, Тони онымен кету керек. Марки келісті. Қол күрес басталды. Сет адамның тыс күшін пайдаланып, Маркидің қолын сындырып жіберді. Сол сәттегі ол Тониді ертіп кетеді. Сет түнді бірге өткізуге ұсыныс жасайды. Тони анасының үйінде тұратын айтып келісті. Сеттің үйіне келгенде, ол Тониді асыға жоғарыға көтеріп кетті. Жақын сәттен кейін Сеттің шынайы мақсаты ашылды. Ол Тониді телепортқа салмақ болды. Дәл сол кезде Ронни қайта оралды. Жағдайды сезген Тони ақылдылық танытып, дереу кетіп қалады. Ронни бұл жолы Сетті ауруханаға баруға көндіру үшін келген еді. Естеріңізде болса, Ронни түкті кесіп алған еді. Ол оны тексеруге жіберген болатын. Нәтижесінде оның адам түгі емес екені, қандай да бір жәндіктің қылшық екені анықталды. Ронни Сетке оның анық ауырып жүргенін, дереу толық тексеруден өту керектігін айтады. Бірақ Сет оған мүлде сенбейді. Ол Ронниді қызғанышпен сөйледі деп айыптайды. Мен ауру адамға ұқсаймын ба дейді. Ронни кеткен соң Сет өзін мұқият тексере бастайды. Түк негізгі мәселе емес еді. Нағыз қорқыныштысы тырнақтары түсіп, саусақтарының ірін аға бастайды. Сол кезде ғана Сет жағдайдың қаншалықты ауыр екенін түсінеді. Ол аппаратты пайдаланып, өз денесін толық сканерлеуге кірісті. Талдау нәтижесі Сеттің ағзасында шыбынның ДНК-сы бар екенін көрсетті. 4 аптадан кейін Ронни Сеттен қоңырау алады. Ол өзін өте нашар сезініп жүргенін айтады. Жалынып келуін сұрайды. Ронни Сетті көргенде қатты шошып, көз жасын тыя алмайды. Сеттің денесі қатты өзгеріп кеткен еді. Ол тамақты әрең жейтін болды. Ал бір құлағы Роннидің көз алдында үзіліп түсіп қалды. Келесі күні Ронни Сеттің жағдайын Стетиске айтады. Алғашында Стетис оған онша мән бермейді. Ол Ронниге Сетті видеоға түсіруді ұсынды. Содан кейін ғана оған қалай көмектесуге болатынын ойластыруға болатынын айтады. Бұл кезеңде Сет барған сайын шыбынға ұқсай түсті. Ол қабырғада жүре алатын болды. Ал тамақтануы да дәл шыбындыкіндей. Арада көп уақыт өтпей Ронни көз жасына ерік беріп Стетиске қайта келеді. Ронни Сеттен жүкті болып қалған еді. Бұл өте ауыр сұрақты алға тартты. Бала Сет мутацияға ұшырамай тұрып пайда болды ма, әлде одан кейін бе? Ронни түсік жасату туралы ойлай бастайды. Сол түні ол қорқынышты түс көрді. Ол алып құртты дүниеге әкеліп жатыр екен. Бұл түс оқиғадағы ең есте қаларлық әрі үрейлі көріністердің біріне айналды. Осы кезде Сет өзінің адамдық болмысынан бір жолы айырылып бара жатқанын толық түсінді де, соңғы үмітке толы жоспар ойлап тапты. Егер ол телепортацияны басқа бір адаммен бірге жасаса, жәндік ДНК-сын сұйылтуы мүмкін еді. Ол Ронниден қалуын жалынып та, қорқытып та сұрады. Адамдық сезімдер мен жәндік инстинкттері арасында арпалысып жатты. Алайда Ронни бәрібір түсік жасату рәсіміне баруды шешті. Стетис оны клиникаға ертіп барды. Сыртта тұрған Сет мұның бәрін ашумен бақылап тұрады. Ол клиниканың терезесін бұзып кіріп, Ронниді ұрлап әкетіп, қайтадан зертханасына алып келеді. Роннидің ұрланғанын білген Стетис қолына аңшы мылтығын алып, Сетпен бетпе-бет келу үшін зертханаға жетті. Сет оған қышқылдай күйдіргіш құсық шашып, қолы мен аяғын ертіп жіберді. Стетис шыдатпас ауырсынуға қалды. Сет оны өлтірмек болды, бірақ дәл уақытында Ронни араласып, оның өмірін сақтап қалды. Сеттің соңғы мақсаты нағыз сұмдық еді. Ол өзін Ронниді және ішіндегі дүниеге келмеген баланы біріктіріп, жәндік ДНК-сын азайтпақ болды. Ронни оның ниетін түсінгенде қатты қорықты. Арпалыс кезінде Ронни байқаусызда Сеттің жақ сүйегін жұлып алды. Сол сәтте Сеттің адам терісі түгелдей сыпырылып түсіп, толық адам тектес шыбын пайда болды.
Сет Ронниді телепорттардың біріне лақтырып жіберді де, өзі екіншісіне кірді. Телепортация іске қосылды. Шешуші сәтте статист Ронни тұрған капсуланы жалғап тұрған кабельдерді атып, тоқтаушы еді. Бұл Ронниге қашып шығуға мүмкіндік берді. Ал Сет өз капсуласынан шыға алмай қалды. Ақау салдарынан ол аппараттың бір бөлігімен бірігіп, жартылай адам, жартылай жәндік, жартылай машинаға айналды. Жан түршігерлік күйге түскен ол Ронниге қарай еңбектеп жетіп, үнсіз ғана мылтықтың ұңғысын өз басына бағыттады. Азабын тоқтатуды өтініп тұрғандай. Көзінде жас тұрған Ронни шүріппені басты. Осылайша ол Сетті азаптан босатты.